Біз шалмен кемпір емеспіз. Құдайға тәуба, денсаулығымыз бар. Сендер өз өмірлеріңді қалыптастыруларың керек. Менің жанымда жүргенде не істейсің сен? Өзіңнің еңбегің, өзің шапқылап жүрсің. Сен сияқты ұлым болғанына Аллаға мың шүкір деймін. Мен өзіме мақтанамын. Әкенің малы балаға мал болмайды деген бар. Сондықтан әр адам өзінің нәсібін өзі теріп жеу керек. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылыңмен еңбегің екі жақтап деген Абайдың бір шумақ өлеңі миыңнан шықпасыншы қуаныш. Осы өлеңді жаттап алшы, болды. Мен мақтанамын мысалы. Талдықорғанда тұрып не істейін деп едің сен Талдықорған? Мен наоборот, менің балам қазір Америкада жүр деп бәрін аузын толтырып айтамын. Молодец деп бәрі. Құдайға шүкір, Аллаға мың шүкір. Сендей ұлым болғанына. Сен өзіңді біреумен ешқашан теңестірмеймін. Достойный ұлсың. Қуаныш, сен мықтысың. Біз әрқашан сені қолдауға дайынбыз. Тек қана алға.